Өгей әкенің қорлығы, оқитын салтанат. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, пікір жазып, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет. Айсәуле 12 жасқа толғанда әкесі ауыр дерттен қайтыс болады. Әкесінің қазасы оның ғана емес, анасы Гүлнардың де өмірін астан-кестен етеді. Кішкентай ауылда жалғыз әйелге бала асырау оңай емес. Арада 1 жыл өткен соң ауылға Серік есімді ер адам көшіп келді. Алғашында ол өте сыпайы, еңбекқор болып көрінді. Гүлнәрге көмектесіп, үйдің шаруасын істеп жүрді. Көп ұзамай екеуі шаңырақ көтерді. Бірақ тойдан кейін бәрі өзгерді. Серік бұрынғыдай мейірімді емес еді. Ол Айсәулеге үнемі ұрсып, болмашы нәрсеге кінәлайтын болды. Сен бұл үйде тамақ жеп отырсың, тегін тамақ, арам тамақсың деп айғайлайтын ол. Айсәуле үндемейтін, себебі анасының бақытты болғанын қалайтын. Бір күні мектептен келген қыздың сөмкесін Серік далаға лақтырып жіберді. Саған оқу емес, жұмыс істеу керек. Не пайда сенің оқығаныңнан? Сол күннен бастап Айсәуле сабақтан келгеннен көршілердің ауласында күнін өткізетін. Себебі анасы жұмыстан келгенше Серік оны үйге кіргізбейтін. Түн сайын қыз жастығын құшақтап жылайтын. Ол бір күні бәрі өзгереді деп үміттенді, бірақ алда оны одан да ауыр сынақтар күтіп тұрған еді. Келесі күні таңертең Айсәуле әдеттегідей ерте оянды. Таңғы ас дайындап, ауладағы тауықтарға жем шашып, суды тасып болды. Барлығы дайын болғанда Серік ұйқысынан тұрды. Шай неге ыстық емес деп үстелді жұдырығымен бір ұрды. Жаңа ғана құйдым ғой деп сыбырлады Айсәуле. Ей, маған қарсы сөйлейтін болдың ба не? Айсәуле үнсіз басын төмен түсірді. Мектепте мұғалім оның көңілсіз жүргенін байқап, Айсәуле, сенде бәрі дұрыс па деп сұрады. Иә, апай, бәрі жақсы, деді ол. Күлімсіреуге тырысқанмен көзіндегі мұңды жасыра алмады. Себебі Айсәуле біреу оның қал жағдайын сұраса деп үмітпен жүрген еді. Өз-өзін әрең ұстады. Үйге келген сайын оның бойын қорқыныш билейтін. Есікті ашқанда Серіктің көңілі қандай екен деп болжауға тырысатын. Егер көңілі болмаса, үйдің іші айғай-шуға толы болады. Бір күні Серік, анашы жұмыста жүргенде, сен осы үйден кетсең ғана біз тыныш болатын едік, деді. Бұл сөз Айсәуленің жүрегіне қатты батты. Ол бөлмесіне кіріп, әкесінің ескі суретін құшақтап ұзақ жылады. Әке, сен мені естіп тұрсаң ғой, деп сыбырлады. Неге екенін білмеймін. Анам Серікке жабысып қалған. Таң азанмен жұмысқа кетеді, кеш қарайғанда келеді. Бірақ маған айтатыны, Серікке рахмет, екемізді асырап жатыр, дейді. Ол қалайша асырап жатыр, әке? Сол кезде есік қағылды. Көрші әжей келіпті. Қызым, бәрі дұрыс па? Дауыстарыңды естіп қалдым, деді. Айсәуле ештеңе демеді. Бірақ әжей оның көзіндегі жасты көріп, бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезді. Осы сәттен бастап Айсәуленің тағдырына бейжай қарамайтын адамдар көбейе бастады. Алайда Серік мұны сезіп, бұрынғыдан да қатал бола түсті. Алда Айсәулені күтпеген оқиға күтіп тұр. Күндер өте берді. Айсәуле бұрынғыдан да тұйық болып кетті. Мектепте жақсы оқығанмен, үйге қайтатын уақыт жақындаған сайын жүрегі дүрсілдеп қорқыныш билейтін. Одан мектептегі апайлары, Айсәуле, соңғы кезде көңілің жоқ қой, қолдарыңда көгергеніңіз қайдан деп сұрайтын. Айсәуленің сылтауы бітпейтін. Ештеңе емес, апай, аулада құлап қалдым деп. Мұғалімдер оның өтірік айтып тұрғанын сезетін, бірақ қыздың өң айтпайынша қыспақ қалғысы келмейтін. Айсәуле сол күні үйіне асығып келді. Үйдің есігі ашық тұр екен. Ішке кірсе, Серік ашулы күйде отыр. Ей, сен бері кел, деді. Айсәуленің іші бір жаман нәрсені сезгендей болды. Серік ашуға булығып, Айсәулені шешіндіре бастады. Қолындағы сөмкесін лақтырып, ішіндегі дәптерлердің бәрін лақтырып жіберді. Жүр бөлмеге деп, Айсәулені шашынан тартты. Осылайша ол Айсәуленің намысын таптады. Айсәуле үнсіз жылады. Ол өзін қорғауға шамасы жетпейтінін түсінді. Кешке жұмыстан келген анасы үйдің ішіндегі ауыр үнсіздікті бірден сезді. Не болды деп сұрады. Ештеңе болған жоқ деп Серік жауап берді. Қызың тыңдамай жүр. Айсәуле анасын уайымдатқысы келмей, тағы да үндемеді.
Бірақ сол күні көрші әжей ауылдағы әлеуметтік қызметкерге хабарласыпты. Ол қыздың жағдайын көптен бері алаңдап жүргенін айтыпты. Ертеңіне мектептен 2 бейтаныс адам келді. Олар директордың кабинетіне кіріп, Айсәулені шақыртты. Айсәуле кабинетке кіргенде, олардың бірі жымиып, «Айсәуле, қорықпа, біз саған көмектесу үшін келдік» деді. Айсәуленің көзіне еріксіз жас келді. Бұл оның ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзін қауіпсіз сезінген сәті еді. Айсәуле директордың кабинетіне именіп кірді. Іште мектеп директоры, сынып жетекшісі, 2 әлеуметтік қызметкер отыр екен. «Қызым, қорықпа, біз сені жазалау үшін емес, саған көмек үшін шақырттық», деді орта жастағы әйел жұмсақ үнмен. Айсәуле үндемеді, ол біреуге сенуге қорқытады. Үйде саған біреу жамандық жасайды ма, Айсәуле, деген сұраққа қыздың көзіне жас толып кетті. Бірнеше минут үнсіз отырған соң ол бар шындықты айтып берді. Өгей әкесінің күн сайын айғайлайтынын, жұмыс істететінін және де оның арын таптағанын жасырмады. Кабинеттегілердің бәрі үнсіз тыңдап отырды. Сол күні кеше әлеуметтік қызметкерлер мен учаскелік полиция қызметкерлері Айсәуленің үйіне барды. Есікті серік ашты. «Не шаруамен келдіңдер?» деді қабағын түйіп. «Біз осы үйге баланың жағдайына қатысты хабар түсті. Тексеру жүргіземіз», деді полиция қызметкері. Алғашында серік ештеңені мойындамады, бірақ көршілерінің куәлігі, мұғалімдердің байқағандары және Айсәуленің айтқандары бәрін өзгертті. Гүлнар болған жағдайды естігенде қатты есеңгіреп қалды. Ол қызының мұнша уақыт үнсіз азап шеккенін білмеген екен. «Қызым, неге маған айтпадың?» деп жылап жіберді. Айсәуле анасын құшақтап, «Сені жоғалтып аламын деп қорықтым. Сен бақытты болсын деп үндемедім, анашым», деді. Гүлнар қызын бауырына қысып тұрып, «Енді саған ешкім қол көтермейді. Мен сені қорғаймын», деді. Сол түні серік үйден шығарылып, оған қатысты заң аясында тергеу басталды. Айсәуле көп жылдан кейін алғаш рет қорықпай ұйықтады. Бірақ оның жан жарасының жазылуына әлі уақыт керек еді. Жазылса әрине. Ал өмір оған күтпеген жаңа мүмкіндіктер дайындап қойған болатын. Таң атты. Терезеден түскен күн сәулесі Айсәуленің жүзіне жылы тиді. Көптен бері алғаш рет ол қорықпай оянды. Үйінің іші тыныш, айғай ұрыс та жоқ. Анасы Гүлнар таңғы асты әзірлеп жүр екен. «Қызым, бүгіннен бастап бәрі өзгереді. Мен саған уәде беремін. Кешір», деді ол. Айсәуле үндемей анасына қарады. Оның көзінен өкініш пен мейірімді қатар көрді. Келесі күндері әлеуметтік қызметкерлер бірнеше рет келіп, қыздың жағдайын бақылап тұрды. Мектеп психологы да Айсәулемен сөйлесіп, оның бойындағы қорқынышты жеңуге көмектесті. Біртіндеп Айсәуле бұрынғы қалпына келе бастады. Сабаққа қызығушылығы артты. Математика пәнінен аудандық олимпиадаға қатысып, жүлделі орын алды. Марапаттау рәсімінде директор, «Қандай қиындық болса да, білім мен табандылық адамды жолға жетелейді. Тек қана алға жетелейді», деді. Айсәуле соның дәлелі еді. Залдағы адамдар ұзақ қол соқты. Гүлнардың көзінен тағы да жас шықты. Бірақ бұл жолы көз жасы қуаныштың жасы еді. Үйге қайтып келе жатқанда анасы, «Қызым, мен үлкен қателік жібердім. Адамның сөзіне сеніп, өз қызымның үнсіздігін байқамаппын. Кешіре аласың ба?» деді. Айсәуле анасының қолын ұстап, «Біз енді өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ болашағымызды бірге өзгерте аламыз», деп күлімсіреді. Арада бірнеше жыл өтті. Айсәуле мектепті алтын белгімен тамамдап, университетке грантқа түсті. Ол өмірінде өзі көрген қиындықтарды ұмытпады. Сондықтан психолог мамандығын таңдады. Университетті бітірген соң қиын жағдайға тап болған балаларға көмек көрсететін орталықта жұмыс істей бастады. Бір күні орталыққа көзі мұңға толы кішкентай қыз келді. Айсәуле оның жанына отырып, «Қорықпа, сен жалғыз емессің. Мен де сен сияқты қиын күндерді бастан өткізгемін. Бірақ бәрі өзгереді», деді. Қыз алғаш рет жымиып күлді. Сол сәтте Айсәуле өз өмірінің ең үлкен жеңісі, өткендегі ауыр тағдырын өзгелерге үміт сыйлайтын күшке айналдыра алғанын түсінді. Бұл оқиға өмірдегі қиындықтарға қарамастан үнсіз қалмаудың, көмек сұраудың және әділдіктің түбіне жететін туралы ой салады. Егер бала немесе ересек адам зорлық-зомбылыққа тап болса, оған сенімді адамдарға немесе тиісті қызметкерге хабарласу өте маңызды.
бай болыңыздар, бар болыңыздар, аман болыңыздар құрметті тыңдарман.